Ассалаумағалейкум ағайын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Эфирде ұлттық арна жаңалықтары. Бұл жыл біреулерге қолайлы болғанмен, енді біреулерге қолайсыз болуда. Мәдениет жаңалықтарынан бастасақ. Жаңа жылдан кейін әншілерге фонограммамен ән салуға болмайды дегенде естіген әншілер енді өздерінің минусовкаларын таппай жүр екен. Саяси жаңалықтар. Жаңа жылдан кейін зейнетақының бағасы 2 есе артады деген естіген студенттер біз қашан қартаямыз деп асығуда. Алақай, оқу жылы аяқталып келеді. Қызықтың бәрі әлі алда. Ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Оқушылардың қорқыныштан жүрек қағысы дейіп, шаштар үрпейіп, қорқыныш басатын сәт. Бірақ біздің сіздерге жақсы жаңалығымыз бар. Ол жайында тілшіміз баяндайды. Дәл осы мектепте 11 жыл білім алып, бүгін түлектер ұлттық бірыңғай тест тапсырып жатыр. Олардың 11 жыл бойы алған білімдерін тек қана санаулы балдар шешеді. Қуанышты жағдай. Енді көп оқудың қажеті жоқ. Балды сатып алуға да болады. Дұрыс қой, енді қаншама ата-ана ойбай балаларымыз қанша бал жинайды деп ойымдап жүр. Оның қасында математика 5 бал жетпей отыр. Ей, анау физиканы кеді қой. Міне, өзекті мәселелердің бірі дәл осылай шешімін тапты. Енді сенің бақытың да, бағың да бал араларының қолында. Ағашбайдың бұтағы, Темірбайдың шынжыры, Аязбайдың қырауы. Ұлттық арна. Сен қатысын жоқ қой? Ей, жарайды. Қолы бостың ермегі. Тағы да баспана дауы. Мемлекет сыйға берген үйде 4 күн тұрып, сол үйінен айырылып қалған қарт шағымын айтып, арнамызға хабарласқан болатын. Қаңғыбастың күйін кешкен қарттың тағдыры енді не болмақ? Бейнетін, зейнетін көрем бе дегенде бейшара кейіпте қалғанына кім кінәлі? Бұл не деген сұмжыға айналайындары? Мынау менің үйім міне, мынау. Көшіп келгеніме 4-ақ күн болды. Үйімнен дүкенге барып келейін деп 15 минутқа шығып кеткем. Қайтып келсем, басқа біреулер басып көшіп келіп алып